Баршаңызға сәлем, оқушылар 7-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сіздерге көп көмегін тигізетін және ең үздік жоғары бағаны алып беретін сабақ. Сондықтан соңына дейін көріңіздер және өзге де оқушылармен бөлісе отырыңыздар. Бірінші тапсырма бізде тест арқылы 5 сұрақ тест арқылы беріледі. Бірінші сұрақ: Зар-заман әдебиетінің өкілдеріне тән емес нұсқа. Жауабы С нұсқасы, Махамбет Өтемісұлы. Екінші сұрақ: берілген өлең шумағы кімге тиесілі? Тұлпар мініп жаратқан, жауын жеңіп қаратқан, маған қандай теңің бар? Сұраншы саурық атасы, сыртқы жауға өлім бар. Жауабы Д нұсқасы, Сүйінбай. Үшінші сұрақ: Жамбыл Жабаевтың зілді бұйрық өлеңіне тән емес қатар. Жауабы С нұсқасы, ұлт азаттық көтерілісі. Төртінші сұрақ: Сүйінбаймен Қатаған айтысында кездеспейтін батыр есімі. Жауабы В нұсқасы, Қарасай батыр. Бесінші сұрақ: Шортанбай Қанайұлының Зар-заман өлеңі қай ғасырға тән? Жауабы С нұсқасы, 19 ғасырдың бірінші жартысы. Алтыншы тапсырма: аз қонаққа ақ сұрап, көп қонаққа қап сұрап, қазақ жақын келгенде келмеуші едің мал сұрап деген жолдардың мәнін ашыңыз, ойыңызды дәлелдеп жазыңыз. Аз қонаққа ақ сұрап, көп қонаққа қап сұрап, қазақ жақын келгенде келмеуші едің мал сұрап деген жолдарда қазақ тұрмысындағы қонақжайлық дәстүрі мен адамдардың түрлі мінез-құлықтары бейнеленген. Бұл жерде ақын адамдардың өзгелерге жасаған қарым-қатынасындағы айырмашылықты сынап, жақынға деген сараңдықты әшкерелейді. Аз қонақ пен көп қонақ арқылы жаттың алдында көрсетілген ықылас, ал өз жақына келгенде қолының тарылуы бейнеленген. Бұл жолдардан қоғамдағы кейбір адамдардың өз парасатына сәйкес әрекет етіп, жақындарына әділетсіздік көрсетуін сынағанын байқаймыз. Бұл адамгершілік пен шынайы сыйластықтың маңыздылығын ұқтырады. Жетінші тапсырма: жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түгілген. Мұның өзі зар-заман деген жолдардың мәнін ашыңыз, ойыңызды дәлелдеп жазыңыз. Жақсы жаннан түңілген, жаман малдан түңілген. Мұның өзі зар-заман деген жолдарда ақын заманның қиындығы мен адамгершілік құндылықтардың өзгергенін суреттейді. Жақсылардың жаннан түңілуі олардың әділетсіздік пен зұлымдыққа толы қоғамнан күйзеліп, рухани тоқырауға ұшырауын білдіреді. Ал жаманның малдан түңілуі тек материалдық байлықты көздеген жандардың адамгершілікті ұмытып, рухани құндылықтардан ажырағанын көрсетеді. Бұл жолдар арқылы ақын заманның азғанын, рухани құлдырауды сынап, халықты рухани тазалық пен адалдыққа шақырады. Сегізінші тапсырма: Шортанбайдың Зар-заман өлеңіндегі бұл қай заман деген сұрағының мәнін ашып, өз көзқарасыңды нақты дәлелдер келтіріп жаз. Ақын бұл сұрақ арқылы қазақ даласындағы әлеуметтік, рухани және саяси дағдарыстарды меңзейді. Патша үкіметінің отаршыл саясаты, жердің тарылуы, дәстүрлі билік жүйесінің бұзылуы қазақ халқының тұрмыс тіршілігіне ауыр соққы болғанын бейнелейді. Мысалы, ол байлар ұрлық қылады, билер жемқор болады, елге қорған болған ерлерден адамы қалмас қорғалар деген жолдардан әділеттіліктің жоғалуын, елді басқарғандардың өз мүддесін ғана көздегенін айтады. Менің ойымша, ақынның бұл сұрағы тек заманның жағдайын сынау ғана емес, халықты оянуға, әділет пен бірлікке ұмтылуға шақыру. Шортанбай заманындағы бұл дағдарыс бүгінгі ұрпаққа да тарихтан сабақ алу қажеттігін көрсететін үлгі. Тоғызыншы тапсырма: Қатаған сөзден жаңылып, өз-өзінен жаңылды. Қызып тұрған темірге өзі келіп қарылды деген Сүйінбай ақынның ойын таратып, айтыстан дәлел келтіріп жаз. Сүйінбайдың қатаған сөзден жаңылып, өз-өзінен жаңылды, қызып тұрған темірге өзі келіп қарылды деген жолдары оның қатағанмен айтысындағы жеңісінің мәнін ашады. Бұл жерде ақын қатағанның айтыстағы сөз тапқырлығы мен ойынның ақиқаттығы Сүйінбайдың тереңдігі мен әділдігіне төтеп бере алмағанын көрсетеді. Сүйінбайдың айтысқа шыңдалғандай дайындықпен келгенін, ал қатағанның шынайы ойдан жаңылып, өз айтқанына өзі қарсы шыққаннан, қызып тұрған темірге өзі келіп, өзі қарылды деген өткір теңеу арқылы жеткізеді. Мысалы, айтыста қатаған төрелерді асыра мақтап, қарапайым халықты төмендетсе, Сүйінбай оған төре деп сен мақтаған халыққа пайда бермеген деп шындықты бетке айтады. Бұл сөздермен Сүйінбай халықтың ар-намысы мен
әділетті қорғаушысы екенін дәлелдейді. Ақынның жеңісі шынайы сөз бен терең ойдың, елдің мұңын жырлаған адалдықтың жеңісі. Осы арқылы ол тек қатағанды жеңіп қана қоймай, халықтың жүрегіне жол тапты. 10-шы тапсырма: бір пара жанды малды ғып, бір пара жанды малсыз ғып, бір пара жанды ғалым ғып, бір пара жанды залым ғып, жалғызын жардан құлатты деген өлең жолдардағы көркемдегіш тәсілдің қолданысын түсіндіріп беріңіз. Бір пара жанды малды ғып, бір пара жанды малсыз ғып деген өлең жолдарында қайталау, анафра және антитеза тәсілдері шебер қолданылған. Өлеңнің әр жолында бір пара жанды тіркесі қайталанып, назар белгілі бір топтардың әлеуметтік жағдайына аударылады. Бұл оқырманның көңілін негізгі мәселеге шоғырландыруға көмектеседі. Сонымен қатар малды ғып пен малсыз ғып, ғалым ғып пен залым ғып сияқты қарама-қарсы ұғымдарды қолдану арқылы ақын қоғамдағы теңсіздік пен қайшылықтарды көрсетеді. Жалғызын жардан құлатты тіркесі тағдырдың қаталдығын бейнелеп, заманның ауырлығын айқын суреттейді. 11-ші тапсырма: Смайловтың Сүйінбайдың үлкен ерекшелігі шындықты жеткізіп, өткір, шешен, тапқыр тілмен тыңдаушаны құмарландырып сөйлеуі деп баға берген Сүйінбай туралы өз көзқарасың мен сөз мәнін қалай ұғындырар едің? Жырдан дәлелдер келтіре отырып өз ойыңды таратып жаз. Смайловтың Сүйінбайға берген бағасы оның айтыс өнеріндегі даралығын дәл сипаттайды. Сүйінбай шындықты айтуда батылдығын мен өткір тілімен ерекшеленген, оның әр сөзі халықтың жүрегіне жетіп, елдің мұңын, арман тілегін бейнелеген. Ол тек шебер ақын ғана емес, әділеттіліктің жаршысы болған. Мысалы, Тезек Төремен айтысында «Қарның тойса болды деп халықты ұмытасың ба, тек жеке басыңды ойлап әділдікті құртасың ба» деген жолдарында ел билегендердің әділетсіздігін ашық айтып, оларды халық алдындағы жауапкершілігін еске салады. Менің ойымша, Сүйінбайдың шығармалары тыңдаушысын терең ойға батырып, әділет жолында күресуге шабыттандырады. Оның тапқырлығы мен өткірлігі қазақ айтыс өнерінің биік деңгейін көрсетіп, шындықты айтудың асқақ үлгісіне айналды.